Мен өмір мен өлімді тек өз біліміммен, өз қолыммен басқара аламын деп ойлайтынмын. Мансабымның ең биік шыңында едім. Тәкаппарлығым аспанмен тең болатын. Менің есімім доктор Маркус. Мен Құдайға да, мұғжизаға да ешқашан сенбейтінмін, тек ғылымға ғана бас иетінмін. Бірақ дәл сол бір түн менің бүкіл өмірімді, бүкіл сенімімді асты-үстін төңкерді. Сол күні мені өмірімдегі ең маңызды оқиға күтіп тұрған еді. Мен қатерлі ісік саласындағы зерттеулерім үшін халықаралық үлкен сыйлықпен марапатталатын конференцияға ұшақпен баруым керек болатын. Әуежайға жеткенде ауа райының қолайсыздығынан барлық рейстер тоқтатылып тасталды. Бірақ менің тәкаппарлығым маған бой бермеді. Мен ол марапатты алуға міндеттімін деп есептедім. Кешікпеу үшін әуежайдан көлікті жалға алып тас жолға шықтым. Көп ұзамай жолда қатты дауыл басталды. Жаңбыр шелектеп құйды. Кенет навигатор сөніп, телефондағы байланыс мүлдем үзілді. Мен тас қараңғы, қалың орманда мүлдем адастым. Жанармай да, үміт те таусылуға шақ қалғанда, алыстан әлсіз ғана жарық көрдім. Ол айдаладағы жалғыз, кішкентай ғана ағаш еді. Мен жаңбыр астында жүгіріп барып, есікті қақтым. Көп ұзамай есік баяу ашылып, алдымнан басына ақ жаулық таққан, жүзі шашаңқы, жабырқау жас әйел шықты. Мен үйге кірген бойда, менің ойымда тек конференция мен уақыт қана болды. Мен әйелге қарап, сыртқы әлеммен байланысу үшін бірден телефон сұрадым. Бірақ ол маған мұңды жанармен қарап, «Аға, бұл жерде ешқандай жел істемейді. Ауа райы түзелмейінше байланысқа шыға алмайсыз» деді. Сол сәтте менің соңғы үмітім үзіліп, өз шарасыздығымды толық сезіндім. Мен жабырқау күйде үстелге отырдым. Ол маған мейіріммен ыстық шай ұсынды да, өзі үнсіз бөлменің түкпіріндегі баланың төсегіне қарай беттеді. Сосын ол тізерлеп отырып, жылап тұрып дұға ете бастады. Оның әрбір сөзі менің құлағымда найзағайдай сарт ете қалды. Ол: «Я Алла жаратушы ием, балама шипа бере көр. Бізге Маркус есімді онколог көмектесе алады» дейді. Бірақ оған жетер шамам жоқ. Өзім оның жүрегін жібітіп, бізге жолықтыра көр деп жылап жатты. Сол сәтте менің көз алдымнан бүкіл өмірім зулап өтті. Әуежайдағы тыйым, жолдағы дауыл, навигатордың өшуі, бұның ешқайсысы кездейсоқтық емес еді. Осының бәрі мына шарасыз ананың түнгі көз жасы мен шынайы дұғасының жауабы екен. Менің тәкаппарлығым бір сәтте күл-талқан болды. Мен оның қасына барып, екі қолымды жүрегіме қойып тізерлеп тұрдым. Көз жасымды тоқтата алмай: «Көз жасыңызды сүртіңіз. Сіздің дұғаңыз қабыл болды. Алла менің жолымды жауып, сіздің үйіңізге алып келді. Мен сіз деген доктор Маркуспын, және мен сіздің балаңызды емдей аламын. Мен оны құтқарамын, уәде беремін» дедім. Сол түні мен үлкен ақиқатты ұқтым. Біз қанша жерден мықты, білімді болсақ та, жаратушының қалауынсыз ешкім емеспіз. Мен сол баланы емдеп жаздым. Бірақ мен оны ғана емес, ол бала мен ананың дұғасы менің қатып қалған жүрегімді жібітіп жіберді.